Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті көрермендері. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. 5000-нан астам жасқа 2,5%-бен несие беріледі. Кәсіпкерлік бастамаларды іске асыру үшін жастарға берілетін 2,5%-дық микрокредиттерге 7000-нан астам өтінім келіп түсті, деп хабарлады Елкізі ақпарат агенттігі. Өз еркімен несие алудан бас тарту туралы заң мақұлданды. Банкроттыққа өтініш бергендердің 80%-і талапқа сай келмейді. 1 қарашадағы жағдай бойынша аграрлық несие корпорациясы ақы 5205 жобаны мақұлдады. Биыл жалпы 5796 микрокредит беру жоспарланып отыр. Жеңілдетілген кредиттердің мөлшері 5 миллион теңгеге дейін. Оны кез келген мақсатқа 5 жылға алуға болады. Ал мал шаруашылығы саласындағы жобалар үшін кредиттің мерзімі 7 жылға дейін. Микрокредит алуға өтінімдердің ең көбі оңтүстіктен түскен. Олар Түркістан облысы 970, Жамбыл облысы 786, Қызылорда облысы 642, Шымкент қаласы 466, Астана 456. Қазіргі кезде конкурстық комиссиялар мақұлданған 5205 жобаның ішінде 4554 жобаға кредит берілді. Кредит алушылардың басым бөлігі мал шаруашылығы, қызмет көрсету, сауда, өсімдік шаруашылығы және жеңіл өнеркәсіп саласын таңдап отыр. Кредит алу үшін жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керек, ал өтінім беруші 21-35 жаста болуы шарт. Микрокредит алушылар үшін негізгі борыш сыйақыны өтеу бойынша жеңілдікті кезең беріледі. Ол микрокредит мерзімі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.